көрермен, жарнамадан оралдық және жігіттер, қыздар арамызда енді біраз әңгіме болып кетті ғой. Балнұр, өзіңізден сұрайық. Өзіңізге бұл әңгіме бір Ернар аяқ астынан қойып, бір ыңғайсыздық тудыртты ма? Жоқ, негізі Ернар екеуміз өзіміз жеке қалғанда бұл әңгіме туралы сөйлестік. Ол кезде мен эмоциямды ішімдегінің бәрін шығардым. Бұл жерде жаңа қатысушылар айтып жатқандай әдейі істеп отыр деп ойламаймын. Және де мен қазір ата-анам, отбасым көреді ғой. Ол кісілер де жаман ойлап қалмасын. Соншалықты жаман относится ете ма деген сияқты жоқ. Сол жерде кішкене ғана ұрысып қалдық. Енді ата-ана дейтін барлық адам жанды жер болғандықтан көңілім босап кетті. Ал бірақ Ернарға өкпеңіз жоқ па? Жоқ. Мен специально эмоцияға шығарып отыр деп ойламаймын. Алдын ала, тем более сұрадым менен, айта берсем болады ма деп. Сол себептен де Ернар түсірмеңіздер. Одан кейін де қаншама кездесулер болды ғой. Киноға апарғаны бар, менің құрбымның туған күні болған кезде, мен көңілім үшін менің құрбымды құттықтап келіп, гүлмен келіп, мен жанымда болды. Одан бөлек кешегі кездесулер бар, киноға барған. Қаншама одан бөлекте күшті моменттер болды. Иә, Балықхан. Жаңа енді Айгүлдің пікіріне ме, басқа адамдардың пікірлеріне сәл жанып кеткені бар енді, бір нәрсе бір дұрыс емес әңгіме айтып қойған шығармын. Бүкіл адам пікірін пікір ретінде қабылдаймын. Егер жанып сондай бір артық әңгіме айтып қойсам, шынымен кешірім сұраймын Айгүлден. Егер артық кетіп жатқан болсам. Енді андай нәрсе ғой Балықхан, мен бір очко жинау мақсатында, или бір қыздың эмоциясын алу мақсатында емес. Бұл жақта енді кейбір үміткерлер болсын, кейбір қатысушылар болсын, енді кейбір әкесі жоқ кісілер болатын болсын, ол кісілер өзінің өмір баянын айту үшін осы жақта өзі туралы биография айтады. Ол жақта отқан кейбір жандардың өздері айтқан оны. Ол енді айту барысында ол өзін очко жинау үшін айтпайды ғой. Ол өмірден өткен, басынан өткен ситуацияны кәдімгідей баяндап береді. Ол жақта бір геройсы болмаса очко жинап қалу мақсатында деп ойламаймын. Мен де егер кімнің Балнұрдың көңіліне тиіп жатқан болсам, Балнұрдан шынайы кешірім сұраймын, және де ата-анасы көріп жатқан болса, осы жерден егер осылай эмоциясын бәлкім білместікпен шығарып алатын болсам, егер сіздердің көңілдеріңізге қайғы келтіріп алатын болсам, сіздерден басым дейіп кешірім сұраймын. Енді анасын осындай керемет қызға тәрбие тартқан анасы ғой, енді анасына шынымен басым дейіп кешірім сұраймын. Балықхан, мен сұрақ қойсам болады ма негізі? Жәнібек айтады. Мен тез ғана айтамын ғой, аспай айтасын. Негізі Балнұр ханым, қош келдіңіз, көргеніңізге қуаныштымыз. Негізі Ернар былай ғой, негізі мен қай жерде болса да, ортада болса да, осында болса, негізі Ернар жалпы Ернардың қасиеті сондай, адамды мақтайды, ағаны ағадай сыйлайды, інісін інісіндей сыйлайды деген сияқты. Бірақ енді Ернар, мен мына жерде не көріп тұрмын? Шыны керек, мен көрдім да, қаншалықты қамқорлық жасап жатырсың, бәрі көрініп тұр. Бірақ сен өте көп бұл кісіге уәде беріп қойдың. Мен сен әкенің орнына әке болам дегенге әкеп тастайсың. Әкенің орнына әке болмайды, шыны керек. Сондықтан ғой, соңғы Айгүлдің жанын ашып айтып жатқан сол сияқты сен өте көп уәде беріп жатсың. Енді Құдай сақтасын, араларың бәрі жақсы болсын. Ләйім орталар, енді Ләйім жақсы болғай, бірақ орталарында таныс тоқтап қалса, бұл уәдем бір ауаға ұшып кеткендей болатын сияқты да. Сондықтан сен бірден келіп бір сол қателік болып қалған сияқты, әкесі сәл түртіп қалған, жараның бетін бір тыңдап жүргендей болдың да. Сондай ғана біз мына жерден көріп, сондай бізге көрінді. Көрінгеннен кейін сөйтіп біз өзіміздікін айтып отырмыз негізі. Иә, ол өте дұрыс, қабылдаймын. Мен енді әкенің орнына әке болам деп айтқан жоқпын, Балнұр ханым. Егер естісең, Жәке, мен сені братан деп сыйлаймын өзімде. Бірақ ондай бір деңгейде әкелік қамқор көрсете алмайды шығармын дедім. Бірақ бір адамдай мен сені тыңдай аламын дедім. Бір адамдай сенің егер көңіл күйің болмаған сәтте, қуанған сәтте, бір нәрсеге қынжылған сәтте сен маған хабарласасың, мен сені тыңдай аламын дедім. Сөйтіп енді жігіттік бір қасиетіңді, бір жігіттігіңді сөйтіп көрсеткен дұрыс деп ойлаймын. Сен андай бүйтіп сәл тармас етіп, төпіш етіп жүргеннен қараған кезде ол қыз балаға больше ұнайтын секілдіміз деп ойлаймын Балнұр ханым. Балнұр ханым, негізі мен ойлаймын да енді, білмеймін, жалпы жақсыны сөйле, жақсы болсын деп айтады ғой енді. Еш нәрсенің гарантиясы жоқ. Біз де қай уақытқа дейін өмір сүреміз, ол нәрсенің де гарантиясы жоқ. Бұл екеуі ертең үйленіп кете ме, ол нәрсенің де гарантиясы жоқ. Бірақ барлық нәрсеге бұйырса осындай болады деген сияқты қылып ақ ниетпен қарағанға не жетсін деп айтқым келеді да. Мен естіген жоқпын Ернардың аузынан. Болды, мен тура сенің әкеңнің істемеген нәрсесінің бәрін істеймін, мен сенің әкең болам деп. Ешкім реально ешкімнің орнын баса алмайды.
олай айта да алмайды, ол негізі себебі оның орнын баса алмайды да, ол кісінің орны мүлдем бөлек. Сондықтан білмеймін енді аузынан шығып, расымен де бұл жерде отырған кез келген қатысушы болып келген адамдарды, үміткер болып келген адамдарды, енді бұл кісінің жалпы енді халық алдында үйлену тойы болайын деп жатқаннан кейін бәрібір енді таныстықтарда той болады деп үміттенеміз ғой. Ол нәрсе болайын деп жатқаннан кейін Ернар қатысушы ретінде қандай қызды жарғылып алайын деп жатыр деген сияқты бір өмір баянын, кішкене осындай травмалары бар еді деген сияқты бір түртіп кеткісі келген шығар. Бір ол алып айтарлықтай күнә емес қой. Жақсылықты іздеп, жақсылықты да көруге болады, не только минустарды. И одан бөлек мен Ернардың өзіне енді сұрағым келіп отыр. 2-3 күн сөйлеспей қалып едік, соған бір менде сұрақ бар негізі. Ернар, жалпы саған бір Балнұрдың бойында осы қасиеті болмаса еді, осы қасиеті ұнамай жатыр деген бір қасиеттері бар ма? И Балнұрға тоже самый сол сұрақ. Ернардың бір ұнамайтын қасиеті. Иә. Бірінші жауап берсінші. Балнұр, Неге мен? бір ұнамайтын қасиеті деп жатыр. Екеуіңіздің бір-бірлеріңізде көріп жүрген. Мен шынайы жауап бере салайын. Менде ондай бір прям мына жер ұнамайды деген нәрсе жоқ екен. Білмеймін, енді қазір сондай бір енді қатты ондай бір 2-3 ай таныс емеспіз ғой, енді бір 1-2 апта болып қалып жатыр. Мен әлі көре алған жоқпын. Прям ұнамайтындай бір ондай бір қасиет жоқ деп Бірақ досқа байланысты ескерту жасадыңыз. Сол енді досқа байланысты айтқаным бар. Енді ондай жігіт атауымыз сәл-пәл жиыстырасыз-ау деген сияқты жеткіздім. Өйткені ол не енді по факту келген кезде сол дүниесі ғана, атак былай бәрі жақсы. Балнұр, сізде? Менде де ондай мынау ұнамайды дейтіндей қасиеті жоқ ондай. Мынау ұнамайды ау деймін ол кісіге. Мен типа бір нәрсені прав деп тұрамын ғой, соны каким-то образом мен мысалмен болсын түсіндірем, короче. И сол былай айтты да, мен содан кейін де менікі дұрыс емес деп қоя саламын дейді. Спорт еткен кезде, өзінікі андай дұрыс болса, ол до конца менікі дұрыс деп доказать етпейінше, ана спор бітпейді. Хоть 3 сағат болсын, хоть 4 сағат болсын, мақалмен болсын, мысалмен болсын, өзінікін доказать етеді. И мен білемді, жеңбейтінімді, жарайды сіздікі дұрыс деп қоя саламын. Сол жағым ұнамайды екен. Енді мен бірақ айтып отырмын ғой, егер мен өзім умственно прав болып тұрсам, мен біліп тұрсам, ол теоретически былай болсын, мен оны мынандай мысалдармен жеткіземін да. Қараш деймін да, мысалға, енді жолға шыққан кезде, рульға отырған кезде адам баласы барып, мен соғылам деп, целенаправленно соғылам деп шығып қойсың ғой. Бір жаққа шығасың, сен машинаға отырдың ба, деттеген жеріңе жету үшін шығасың. Сондықтан да екеуміз қазір сөйлесіп бастап жатырмыз ба, финиші жақсы болу керек. Андай бір сен миыңа груз салсаң, ол артық қой, артық груз да, допустим. Күшті бір ыстық жерде, допустим, мынандай осындай жерде мен қазір куртка киіп отырайыншы болсаған, мен пысынап отыра алмаймын. Өйткені анау үстімдегі куртка ол артық груз да, ал ой да турасындай. Сен қатындай бәрін бүйтіп утрировать ете берсең, анау ой қалай болады, мына қалай болады, анау білем болмай қалса ше деп өмір сүрсең, онда қорқып өмір сүрген ол қиын дүние деп ойлаймын. Кез келген нәрсе мысалмен кетеді бізде дейсіз ғой. Сай-сүйек сырқыратып жатыр, балаусаған. Осылай до конца айта салайыншы, бола ма? Жақсы, айта қойыңыз. Сай-сүйек сырқыратып, әдемі әкеп жатыр ғой. Бірақ 4 рет айттың, Ернар. Өзін сыйлайтын ер азамат басқа қызбен сөйлескен қаламайды дедің ба? Неден жаңалде? Енді өзін сыйлайтын қыз балаға бір қыздың белін ұстап билеу, ол да негізін қайсыз? Сен енді бұлай өзің запреттеріңді қойып атсың ғой, негізі. Дос балдар, 1-2 балдар жинастыр деп. Бұл кісінің тарапынан болды ма саған қарай запрет, мысалы, ана қатысушы қыз болсын, анау болсын, мынау болсын, керек емес деген сияқты. Өзін сыйлайтын қыз ғой енді бұл да. Ой, Нұрекем, сізде сай-сүйек сырқырат бір адамдай сөйлейсіз негізі. Бірақ ол дүние біраз болып кетті ғой. Ала сандықтан алып шықтың да, ол белден ұстады деген, ол жабылып кетті. Жоқ, енді сол ала сандықтың аузы бүгін де ашылып кетті да, негізше. Мен Айдананы сағындым деген сияқты. Әзілмен болсын, ондай әңгімелер болып жатыр. Әзілмен болсын, айтылып жатыр. Әзілмен де айтпау керек екен. Одан мен енді зардап шеккен адам ретінде айтып жатырмын да. Жаным айналайын. Аузы күйген үрлемшек дейді. Мен де ол нәрсені жейстірдім баласыған. TikTokта бұрынғы біздің экс қатысушы бір Айнұрдың фотолары бір андай түскеніміз бар. Енді солар 1-2 моменттер қап кеткен екен. Бұлар неғып тұр деген сияқты келтірді. Сомен бәрін жетістіріп тастадым. Жақсы, жарайсыздар. Сіздерден жақсы кездесулер күтеміз. Балнұр, келгеніңізге үлкен рахмет, көңіліңіз босамасын. Сізді шығарып салайық, жақсы кездесулер күтеміз. Ернар, өзіңізден таныстық жалғасады. Ернар, жайғасыңыз. Құрметті көрермен, біз әрі қарай жалғастырамыз, және де жалғастыру үшін ортаға осы жерде аяқ астынан пайда болған таныстық. Айгерім, келіңіз. Қалайсыз?
қалыңыз қалай? Өте керемет, көңіл күй Бәрі жақсы. жақсы, Өздеріңіз иә? қалайсыздар? Бәрі жақсы. Бізде де бәрі жақсы. Шақырамыз ба Ақылбекті? Шақырайық, иә, сонымен тұрып қарсы алайын дегенім ғой. Тұрып қарсы алайын Тұрып дегенім ғой. қарсы аласыз. Жақсы. Ақылбек келіңіз. Ақылбек, қош келіпсіз. Қош көрдік, Қош келдіңіз. қалайсыздар? Қалыңыз қалай? Гүл неге екеу деген сұрақ болатын шығар. Бұл Иә. гүл балаусағам сізге. Берместен Рахмет. бұрын бір комплимент айтып жіберейін. Сіз осы жобаның ең жарық жұлдызысыз. Сол себепті осы нұрлы бейнеңіз бен әсем күлкіңіздің жанында осы бір гүл тұру керек деп шештім. Сол себепті осы менің кішігірім ғана сыйлығымды қабыл алыңыз. Үлкен рахмет Ақылбек, көңіліңізге рахмет. Өте әдемі гүлдер. Отыра Ой, берсем. рахмет. Бір көңілімді қуантып тастадыңыз. Қалыңыз қалай, жақсысыз ба? Барлығы жақсы. Ассалаумағалейкум. Қатысушылар қалайсыздар, жақсыздар ма? Бәрі жақсы, иә. Енді жаңа таныстық басталды. Сіздерде кездесу болған шығар алғашқы. Иә, кездесу болды кеше. Фото-видеоларыңыз бар ғой? Фото-видео бар, жіберген болатын. Көріп алайық. Бар ау. Қалай өтті екен кездесу? Санадың ба мені жалғыз тастап мұңға шыдамымды бітпе жүрегімді тыңда Бірге тамақтанып қайтыпсыздар. Кеше де бір құшақ гүлмен жүрсіз. Жарайсыздар, ал қалай танысу қалай болды? Иә, танысу кеше эфирден соң бұл кісімен күтіп тұр екен. Мен өз жұмыстарымды бітірген болатынмын 1-2 сағаттай. Соған да қарамастан күткен болатын, соған да өте риза болдым. Және де өзі гүл шоғымен келген, оған да уақыт тапқан екен, оған да таңғалған болатын қуанышы. Және одан кейін өзі дайындап қойған бір ресторанға бардық. Ол жақта енді өте әсерлі, өте әдемі, керемет жер екен. Жалпы бұл кісі енді эфирде тұйық болғанмен, ондай кішкене басылып сөйлегенмен, шын өмірінде баяғыдан бері таныс адам сияқты. Сразу интерестеріміз көп екен, ән болсын, өзінің жаңағы болашаққа жоспарларын айтып қойған болатын, осындай іс-әрекеттерім, осындай істерім пайда болуы мүмкін деген сияқты. Және де 1-2 сағат көзді ашып жұмғанса тез өтті. Өте қуаныштымын. Қызық болды әңгімесі. Иә, қызық болды, және де өте сондай керекті әңгіме енді қазіргі таңда. Кеше неде таныстық кезінде де сұраған болатын, мен сізге вариант емеспін ғой деп. Бұл кісі айтты, жоқ, мен вариант емессіз. Себебі мен былай арада көріп жүргенде қатысушылардың арасынан сізді көрмеген болатын. Айтпесе сізге сразу келетін едім дегенде қылып айтқан болатын. Солай ма? Сол айтқан болатын, сол үшін мен де айттым бұл кісіге, мен де өзім сыйлайтын қызбын, өзім де осы жаққа өзім жұбым табу үшін келіп отырған қызбын, сол себепті бәрін бастайық деп. Енді осындай Жақсы, бізде дәл қазір жарнамадан кейін толықтай айтып бересіздер таныстық қалай